Қауіптің бірі су. Алакөлдің Алматы облысына қарасты аумағында биыл 2 адам батып кетті. Екеуі де рұқсат етілмеген жерде шомылған. Құтқарушылар сақтыққа шақырып, үгіт жүргізгенімен қауіпті аумақтарға қызықтап барып шомылатындар азаймай тұр. Бұған мамандармен бірге түнгі рейдке шыққан тілшіміз Ардақ Айбарұлы көз жеткізді. Бұл жерге суға түсуге болмайды. Тереңдігі 6 метр, асты балдырлы. Құтқарушылар мұнда суға түсуге болмайтынын ескертіп, жазып та қойған. Бірақ ішкен адам камераның объективінен де қымсынбайды. Өзімізбен байланысып, камераңды өшіріп таста, ертең тауып аламын деуге дейін барды. Біз оның бәрін көрсетуге жүн көрмедік. Глаза не свети, пожалуйста. Просто у нас отработка идет. Все, мы правильно поняли. Пойдем сейчас. Только не надо снимать, братан. Біз Алакөлге негізі осы жылы бірінші рет келдік, білмедік негізі оны. Кешкісін түсуге болмайтынын. Демалушыларға постоянно айтамыз, 9-10-нан кейін суға түсуге болмайды дейміз. Олар бізді тыңдамайды. Кейбіреулері ішіп алып суға түсе береді. Біз ақша төлеп жатырмыз дейді. Неше түрлі сөздер айтады. Осындай салғырттықтың салдарынан биыл Алакөлдің Алматы облысындағы бөлігінде 2 адам суға кетті. Құтқарушылардың дер кезінде көмек көрсетуінің арқасында 20 шақты адам құтқарылған. Алакөл өңірінің құтқарушылардың күнделікті осы түнгі уақытта патрульдік жұмыстар күнделікті жүріп жатыр. 18 адам құтқарылып, соның ішінде 3 бала құтқарылды. Суға шомылу кезінде 2 қайғылы жағдай болды. Суға түсу ережесі бойынша түнде шомылуға болмайды. Өткен жылы Алматы облысында тамыз айына дейін 40 адам суға кетіпті. Бір шүкіршілік етерлігі, биыл бұл көрсеткіш 2 есеге дейін төмендеген. Ардақ Айбарұлы, Жеңіс Әбдірешев, Хабар 24, Алматы облысынан.